Сәлеметсіңдер ме, 2-ші сынып оқушылары? Бүгін математикадан 3-ші сабақты орындайтын боламыз. Бірге есептер шығарайық. 3-ші сабақ 2 таңбалы санның разрядтық құрамы. Сен 2 таңбалы санның разрядтық қосылғыштарының қосындысы түрінде жазуды үйренесің. Бірінші есеп: 2 таңбалы сандардың разрядтар кестесіне қара. Әр санның ондықтары мен бірліктерін ата. Сандарды жаз. Ең алдымен бізге ондықтар берілген. Ол екінші разряд бірліктері болып саналады екен. Екінші бірліктер. Ол бірінші разряд бірліктері болып саналады екен. Енді ондықтарға қарайық. 2, 4 және 7. Бірліктер 9, 7 және 8. 2 ондық дегеніміз балалар 20, е? 20 ондық, 9 бірлігіміз қанша болады балалар? 29 болады екен. Келесі 4 ондық, 7 бірлік. 47. 7 ондық, 8 бірлік. 79 болады екен балалар. Жарайсыңдар. Келесі екінші есеп. Мәдидің туған күні қыркүйек айының нешесі? Осы санды ата және оны разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Бізде күнтізбеде қандай сан бейнеленген балалар? 17 саны беріліпті. Енді қай цифр бірліктер санын білдіреді? Қай цифр ондықтар санын білдіреді? Сурет бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Енді астына қараймыз балалар. 2 таңбалы санды разрядты қосылғыштар түрінде жазуға болады. Себебі онда 2 таңба бар, я? 17-ні алатын болсақ, 10 мен 7-нің қосындысы деп алуға болады. 10 дегеніміз ол 1 ондық және 7 бірлік. Бұл разрядты қосылғыштар болып саналады екен. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, енді 3-ші есепті шығарайық. Санның разрядтық қосылғыштарын тап дейді. 98 тең қай сандардың қосындысы болады балалар? 90 және 8. 9 ондық, 8 бірлік. Жарайсыңдар. Келесі 46. 40 қосылған 6. 4 ондық, 6 бірлік. 39. Бұл қандай болады? 30 бен 9-ың қосындысы. 30 және 9 деген разрядтық қосылғыштар екен. 3 ондық, 9 бірлік болады екен балалар. Жарайсыңдар. Келесі есеп. Сандарды ата. Әрбір санда неше бірлік бар? 4 ондық, 8 бірлік. Бірлігіміз қайсы бұл жерде балалар? 8, яғни 8 бірлік бар екен. Келесі 3 ондық, 3 бірлік. Бұл жерде 3 бірлік болады. Келесі 50, 5 ондық, 0 бірлік. 0 бірлік болады екен. 74-те 7 ондық, 4 бірлік. Бұда 4 бірлік болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді 5-ші есепті шығарайық. Мысалдарды шығар дейді. 12 мен 7-нің қосындысы нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар. 19. 18 пен 6-ның айырмасы. Бұл 12-ге тең. Келесі 20 мен 80-ның қосындысы. Ол 100-ге тең. Келесі 90 мен 60-тың айырмасы. Бұл нешеге тең? 30-ға тең. Жарайсыңдар балалар. Келесі 6-шы есеп. Сәйкестендір дейді. Бізде бірінші жақта теңдеу берілген. Ал екінші жағында сол теңдеудің оқылуын берілген. 17 мен белгісіз санның айырмасының мәні 7-ге тең дейді. Енді бізде бірінші, екінші, үшінші есептің қайсына сәйкес болады а есебіміз? Дұрыс айтасыңдар. Екінші есепке сәйкес болады екен. Оқылуы мен жазылуы осындай екен. Енді бұл есепті шығарайық. 17-ден азайтамыз x-ті. Тең 7, x тең 17-ден азайтамыз 7-ні, x тең 10-ға. Енді біздің белгісіз санымыз табылды. 17-ден азайтамыз 10-ды, тең 7. 7 тең 7 болады екен. Бізде белгісіз санды x пен белгілейміз. Енді келесі белгісіз сан мен 7-нің қосындысының мәні 17-ге тең дейді. Бұл қайсыған сәйкес келеді? Дұрыс айтасыңдар. Біріншісіне сәйкес келеді. Себебі ол жерде қосу берілген, не балалар? Енді осы есепті шығарайық. X қосылған 7 тең 17. X тең 17-ден азайтамыз 7-ні. X тең 10-ға. 10-ға қосамыз 7-ні тең 17. 17 тең 17. Белгісіз санымыздың мәні 10-ға тең екен.
Жарайсыңдар. Енді соңғысы Б. 7 саны белгісіз саннан 10-ға кем дейді. Әрине, бұл үшінші есепке сәйкес келеді. Үшінші есепті шығарайық. X азайтамыз 7-ні тең 10, x тең 10-ға қосамыз 7-ні, x тең 17. Белгісіз санымыз 17-ге тең екен. 17-ден азайтамыз 7-ні тең 10, 10 тең 10 болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 7-ші есеп. Аружан бірінші жолға 13 цифр, ал екінші жолға одан 2 цифр кем жазды. Аружан екінші жолға неше цифр жазды? Енді біз берілгенін жазып алайық. Бізге не берілген? Бірінші жолымыз берілгене 13 цифр, ал екінші жолымыз белгісіз, бірақ 2-ге кем екен. Енді шешуінде бізде егер кем болатын болса, азайтамыз, ал артық болатын болса, қосамыз балалар. Мысалға, 2 цифр артық десе, қосып жазамыз. Ал кем десе, онда азайтамыз, яғни 13-тен 2-ні азайтамыз тең 11-ге. Енді жауабы сонда екінші жолға Аружан 11 цифр жазған екен. Жарайсыңдар. Келесі 8-ші есеп. Екінші разрядтың 3 бірлігінен және бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Екінші разряд дегеніміз балалар бізде ол ондық, ал бірінші разряд дегеніміз бірліктер. Енді шығарайық. Екінші разряд ондық болса, 3 ондығымыз бізде 30, ал 5 бізде бірлік болады. Сонда 35 тең 30 қосылған 5, яғни 3 ондық және 5 бірлік. Екінші разряд бірлігі ол ондықтар болса, бірінші разряд бірлігі бірліктер болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі есеп. Менің туған күніме достарым қонаққа келді. Самат Айдостан кейін, ал Айдос Жанардан кейін. Әлия Саматтан бұрын келген жоқ. Қонаққа кімнен кейін келген анықта дейді. Самат Айдостан кейін келсе, Айдос Жанардан кейін келіпті. Сонда бізде бірінші Жанарды қоямыз, одан соң Айдос болады екен. Себебі Айдостан кейін Самат келіп тұр, ал Әлия бізде Саматтан бұрын келмесе, ол Саматтан кейін келген. Демек, бізде ең бірінші Жанар келіпті, одан кейін Айдос, одан соң Самат, одан соң Әлия келген екен. Енді анықтап қараңдаршы балалар. Самат Айдостан кейін келсе, Айдос Саматтан бірінші келіп алыпты, ал Айдостан бірінші Жанар келіп алған. Көрдіңдер ме? Ең бірінші Жанар келген, одан кейін Айдос келген. Айдостан кейін Самат келіп алған, ал ең соңғы болып Әлия келген. Себебі Әлия Саматтан кейін келіп қалыпты. Жарайсыңдар балалар. Енді ең кіші 2 таңбалы сан дегеніміз 10, ал ең үлкен 2 таңбалы сан бізде 99-ға тең екен. 99-дан кейін бізде 100 болады, ол 3 таңбалы сан болып кетеді. Ал 10-ның алдындағы 9 1 таңбалы сан. Сондықтан 10 мен 99-ның аралығындағы сандардың барлығы 2 таңбалы сандар екен. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.